Сәлем баршаңызға. Біз индийский манты деп атаймыз, кейбіреулер жаппасай деп атайды. Осы тамақты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Біздің үйдің отбасымыздың сүйікті тағамдарының бірі. Ал кеттік, ондаша орташа қамыр елеп аламыз. Яғни өте қатты емес, өте жұмсақ емес. Ол үшін тұз, бір жұмыртқа, су керек болады. Жақсылап қамырымды елеп алғаннан кейін тындырып қойдым. Сосын екі кішкентай бөлшекке бөлдім. Осындай екі күлшенің біреусін жақсылап жұп-жұқа етіп, екеуін де жайып алғаннан кейін пампушка майын ертіп жаққан болатын. Жұп-жұқа болса өте дәмді шығады. Мен пампушканы қолданамын, себебі өте майлы емес, өте жақсы шығады. Сливочный май қолдануға да болады, немесе қарапайым сұйық майды. Осы мантоваркаға 35 минутқа пісіріп аламыз. Қамырды бөлек салмасын дайындаймыз. Осылай етіп бәрін төрт бұрышты тураймыз. Видеода көрсетілген көкөністер немесе үйде басқа заттарыңыз болса қоса берсеңіздер болады. Фаршқа осылай қара бұрыш, қызыл бұрышымызды чесногымызды салып жақсылап қуырып алғаннан кейін қалған жаңағы тураған заттарымды салып, оның үстіне томатымды қосып, тұзымды қосып жақсылап баппен қуырып алдым, асықпай. Видеода тезірек көрсетіп жатырмын, сіздер жалып кетпес үшін. Және менің YouTube каналыма, Instagram парақшама жазылып, лайк басып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Міне дайын болды. Қамырым уже пісіп тұр мантоваркада. Күшті болды. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып